Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Джокер KZ. Сіздермен бүгін біз Бравл Старс ойнаймыз. Алдыңғы видеода айтқандай, мен енді Free Fire ойнамайтын болдым. Ол адамның санасын улайды екен. Егер анаңды жақсы көрсең, лайк басып, анаға тіркеліп, қоңыраушаны шырылдатып қойыңыздар. Сіздермен бүгін біз Бравл Старстан менің командам, яғни мен қазір бору ойнаймын. Және де бұл бору жаңадан шыққан жерде. Бізде менің достарым бар өзімнің. Достар, ал кеттік, отряд ойнаймыз. 6 адам, 3-ке 3. Міне менің командам, сенейміз біз, олар қызылдар. Ал атыс басталды достар. Және доп бізде әзірше. Және достар, міне ақты жабаядан гол достар, біздің қандай қарақшы капитанымыз гол салды. Жоқ достар, және доп қазір дәл бағанан доп бізде. Және де гол кіреді. Гол достар, біз ұттық. Гол. Звездный игрок Геймар 1000 деген екеуінде салған ойыншы. Және де рангым 10-ға көтерілді. Достар. Үлкен достар. Мен қарасаңдаршы. 100 звездный алмаз қосып берді. Прикинь достар. Ебой. Ал достар, енді сіздерге мен өзімнің персонаждарымды көрсететін болсам, менде Шелли рангі 6, нападениясы нормально, защитасы нормально, практично нормально, супер роблестерел деген. Және де бұл бірақ национальный боец нормально. Және де бізде Нита нападениясы онша емес, защитасы бірақ мықты, практично онша емес, супер медвежут. Мені достар шақырып жатыр, әзірше қабылдамаймыз. Ранғы 6-да. Міне біздігі код. Нападениясы өте мықты бұл персонаждың. Және защитасы онша емес, практичности онша емес. Пулевой штурм. Супері пулевой штурм 6-шы рангта. Және де сіздермен бұл 6-шы ранг, нападениясы нормально, защитасы мықты, супер, практично онша емес, супер күші бульдозер рангы 6-да. Және де достар, өзіміздің қазіргі ойнап жүрген персонажымыз Джесси. Бұл достар 10-шы рангта, баны өздеріңіз көргендей мен 10-шы рангқа көтердім. Нападениясы нормально, защитасы онша емес, практично нормально, супер күші скраппи дейді, қасында тұрған осы аузымен атады оқ. Және де бұның ранг 10-да, награда Кырслави дейді. Опа, Барли менде ранг 13, нападениясы өте мықты, защитасы онша емес, практично онша емес. Бұның супер күші последний заказ. Яғни последний заказ ол қолында көріп тұрған шығарсыздар. Қолындағы. Осы уды лақтырады, ол мысалы өзінің күшінде біреу-ақ лақтырады да достар. Ал өзінің супер күшінде көп лақтырады. Оның рангі 13-те, редкий деген нормально.
және де өзіміздің Poco скелет гитари күлкілі. Және оның рангі 8-де, нападениясы онша емес, защитасы нормальный, практичности өте мықты, және де супер күші на бис деген мысалы сіздерге түсіндіріп кетейін. Мысалы мен ойнап жүрмін дейік достарыммен, және де ол супер күш пайда болды менде. Супер күшімді досыма дәлелдеп алып қалсам, гитарамен бір өлең ноталар барады, досыма тиіп, досымның жаны полный толады. Сондай бұның үшін. Және де біздің Пенни Светки бұл өте мықты персонаж. Және де ранг 11, кубогы 169, нападениясы нормально, защитасы онша емес, практичности өте мықты. Және де бұның супер күші старый проход, пройдоха дейді, пройдоха нормально, қасына пушка қояды, супер күшінде бұл бомба өзінің қарсыластарына бомба атады. Және достар, сіздермен мен персонаждарын көрсеттім. Және достар, сіздермен негіз бұл жерде 30 персонаж, жаңадан персонаждар шықты. Мистер П деген өте мықты екен, мифический, нападениясы нормально, защитасы онша емес, практичности нормально, супер күші, супер күші, служба доставки. Бұл сонда служба доставки дейді. Что-то мынау әкім сияқты, достар? Байқасаңыздар, әкім сияқты, қасындағы орынбасар сияқты, достар? Және де міне тағы да персонаж эпический. Стрелок дейді, нападениясы өте мықты, защитасы онша емес, практичности, кешіріңіздер айтамай қалдым, практичности онша емес, супер күші железный улей деген араның бұл ара жібереді, ара туған сияқты көп болады, ара шағып өлтіреді, сондай бұның күші. Ал сіздермен таныстыратын болсам, маған қатты ұнайтыным, маған легендарныйдан ұнайтыны Ворон. Маған Ворон ұнайды, легендарный дегенмен нападениясы өте мықты, защитасы өте жаман, бірақ нападениясы өте мықты, практичности. Налет дегеніміз ұшып кетеді. Ал және де сіздерге енді қызылдардан көп шығармыз. Маған мифическийдан маған нападаниясы онша емес, защитасы нормально, практичности өте мықты, және де супер күші, кровь жизни дейді. Ал енді сіздерге күлгенімізден көрсететін болсам, маған Фрэнк деген персонаж ұнайды, күшті, эпический, нападениясы өте нормально почти, защитасы өте мықты. Негізі осы персонаждардың барлығы нормально болу керек, защитасы да, нападениясы, практичности да нормально болу керек. Ал бұның нападениясы онша еместі, бірақ бұның защитасы өте мықты, қорғана алады, практичности онша емес, нападенияны алмайды. Так, супер күші, орешленный удар дейді, и нормально. Так, достар, енді уақыт өткен сияқты, енді біз келесі ойынға кеттік, достар, келесі ойынымыз. Ал достар, міне менің командам синийміз.
де достар, мен негізі өзімнің сыныптастарыммен футбол ойнаған кезде дышыда воротаға тұрамын, себебі мен воротаға тұрып үйренгенмін, воротаға тұрғым келеді. Және де достар, жұрт бізге салып кетті достар, қап әттеген бізге салып кетті достар. Біздің команда Слави, команда емес, Слави өткен ашар деп айта аламын. Міне достар, мен тілдері бармайтын супер күші осындай бір несі бар қасында, другі короче. Осы екеуміз вратаға тұрамыз, короче. Мақтан артыққа жасып көреді что-то. Алдыға тебе салсай, досым, өлесің қазір красавчик. Және де мен өліп қалдым. Менің досым әлі тірі екен. Так. Енді. Гол кіре ма? Пас қой саған, пас қой өзі. Гол, достар, гол салдық, гол. Нормально, бірде-бір. Енді нормально ойнау керек. Гол салдырып алсақ, енді вообще кетеді. Гол, достар, достар. Камбэк достар. 1-0 батқан жерінен 2-1 қып жеп, камбэк жасадық, камбэк. Достар, бұл керемет ойын, тартсаңыздар өкінбейсіздер. Камбэк жасадық, достар, камбэк. Сіздермен болған Джокер арнасы. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп жіберіңіздер. Сіздермен болған Джокер арнасы. Пока! Сау болыңдар достар!